Жаңа жыл шыршасының басынан аяғына дейін шірк пен шайтанға толған. Иса пайғамбар әкелген ислам дініне аз ғана адам ерді, оның көп болса 12 сахабасы болды. Кейбірі сатқын, ақылсыз, қырсық болды. Олардың имандары әлсіз болғандықтан ұдайы мұғжиза сұрап әурет етін, ал Иса хазірет көңілсіз күйде ғарып күн кешті. Ол ең кедей пайғамбар болып, бар мүлкі бір инесі еді, бірақ ол мұғжизаны ең көп істеген пайғамбар, неше мыңдаған мұғжиза көрсетті, сонда да жұрт хақ дінге ермей қойды. Ол біздің пайғамбарымыздың асқан ұлықтығын білетін, Алла қабыл ететін дұғасында, ол біздің пайғамбарымызға үмбет болуды сұрады. Алла тілегін қабыл етті. Иса хазіреттің көктен қайта түсуі осыдан еді, демек ол қайтып келіп, Мәхди хазіретке бая береді, исламда болады. Барша 124 мың пайғамбарымызға үмбет болуы сұрады, бірақ олардан Қызыр, Ильяс және Иса пайғамбар ғана қабыл етілді. Ал сіз сұрамай-ақ үмбет болдыңыз, қадірін біліңіз. Иса хазіреттің ислам діні 50 жылдай ғана тұрды. Онан соң бұтқа табынушы пагандар мен еврейлер оны өзгертіп жіберді. Құдайды үшеу етіп шірік қосты. Ал кейінірек бұтқа табынушылар шырша қоюды кіргізді және оны христиандық сенім ретінде көрсетті. Демек шыршаның өзі христиандықта жоқ нәрсе еді. Сондықтан шыршаның басынан аяғына дейін толған шірк пен шайтан, оны қою бұтқа табынушыларға еліктеу болып, ол үйден құт береке, иман және рахым періштелерін кетіреді. Шайтанды шақырады. Кім кімге еліктесе, ол қияметте солармен бірге тіріледі. Кіммен бірге тірілуді қалайсыз? Жаңа жыл шыршасын қою бұтқа табынушы пагандарға ұқсаудыр. Онда еш пайда жоқ. Ол білместікпен бұтқа табынушылардың ісін істеуге, тобырға көзсіз еруге жатады. Өз ақшаңызға бос нәрсені, шайтани істі сатып алмаңыз. Алла берген ақылды істете білу осындайда керек.